Сәлем достар, менің тарих-таным каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 8 сыныптың Қазақстан тарихынан бөлімді жиынтық бағалаудың 1 тоқсанға арналған тапсырмаларын талдайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сондай-ақ видео ұнаса, лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңызды жазып, комментарий жазып қалдыруларыңызға болады. 1 тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар 20 ғасырдың басындағы Қазақстан бөлімі бойынша құралған. Бірінші тапсырма 20 ғасырдың басында Ресейдегі саяси жағдайдың Қазақстанға тигізген әсерін берілген салалар бойынша сипатта дейді. Яғни саяси жағдайы қалай болды, оның Қазақстанға әсері қандай болды дейді. 1905-7 жылы Ресейде патша үкіметіне қарсы революция басталды. 1905 жылы Петербургтегі көтеріліске қарсы патша үкіметінің оқ атуы, яғни қанды жексенбі деп аталынатын оқиға, бұл қазақтардың отарлық езгіге қарсы ұйқыдан оянуының негізін салды. Қазақтар саяси ереуілдерге шықты, бірақ көбіне бұл кезеңде қазақтар өздерінің өтініштерін петиция арқылы ғана тапсыратын болды. 1905 жылы Қарқаралы петициясы болды. Осы петицияда жергілікті халықтың құқығын қорғау, қоныстандыру саясатын тоқтату, тартып алынған жерлерді қайтару, халықтың ана тілінде білім алуын қамтамасыз ету туралы өтініш тапсырды. Перовскіде, Семейде, Успен кеніштерінде саяси және экономикалық ереуілдер болды. Мысалы, Семейдегі ереуілдің мақсаты жұмыс уақытын 10 сағатқа шектеу, балалардың еңбегін 8 сағатқа қысқарту және ауырған күнге ақы төлеу, жалақыны көтеру сияқты талаптар қойылды. Әлеуметтік салада жұмысшылардың тұрмыс жағдайын көтеру, дәрігерлік қызмет көрсету, ақылы еңбек демалысын беру және әйелдердің құқығын қорғау туралы мәселелер көтерілді. Мәдени жағынан әсері жадитшілік қозғалысқа байланысты ұлттық зайырлы мектептерге көше бастады. Ғылым мен мәдениеттің дамуын қолдады, сондай-ақ газет-журналдарды ана тілінде шығаруға ұмтылды. Екінші тапсырма қазақ зиялыларының үндеуін қолдаудың басты себептерін жазыңыз. Бұнда қазақ зиялылары 16 жылғы патша үкіметінің қара жұмысқа адам алуы туралы жарлығына қарсы шықты және оны қолдады. Көтеріліске шақырғандар бұлар революцияшыл топ өкілдері болса, ал қара жұмысқа бару керек туралы ұсынысты қолдағандар бұлар либерал-демократиялық зиялылар. Не себептен революцияшыл топ өкілдері Жангелдин, Иманов, Әшкеев, Мәметов, Бокин қара жұмысқа барудан бас тартып, халықты көтеріліске шақырды деп ойлайсыңдар? Өйткен себебі бұл кезде 20 ғасырдың басында, яғни 17 жылға дейін патша үкіметі қазақтың 45 миллион десятина жерін тартып алды. Экономикалық және әлеуметтік жағдай шиеленісті. Бірінші дүниежүзілік соғысқа байланысты соғыс салығы енгізілді. Міне осы кезде қара жұмысқа алу туралы патша жарлығы да шықты. Сондықтан революцияшылар бұлар алғы шарт пісіп жетілді революцияға. Революциялық топ Ресейге барып өлгенше өз жерімізде патша үкіметімен алысып өлейік дегендей мақсатпен халықты көтеріліске шақырды. Екінші топ либералдық демократиялық зиялылар Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов патша үкіметімен келісімпаздық бағыт ұстанды. Не себептен деп ойлайсыздар? Менің ойымша, мысалы, себебі либералдар өте жоғары білімді болды. Олар Ресей мен Қазақстан елінің тең емес екенін білді. Қарулы қуатты патша үкіметі жарлыққа қарсы шыққан халықты қырып тастайтынын біле алды. Сондықтан жарлыққа қарсы шықпауға, халықты жарлықты орындауға шақырды. Осы либералдық бағыттың дұрыс бағыт болғандығы осы күні белгілі, себебі азамат соғысы кезінде миллиондаған қазақ қырылды. Үшінші сұрақтарға жауап беру. Қазақ баспасөзінің қалыптасуына әсер еткен екі факторды атаңыз. Бірінші фактор бұл Ресей үкіметі бұл кезде қазақ өлкесін түгелдей отарлап алған болатын. Сондықтан Ресей үкіметі қазақ өлкесінде жүргізіліп отырған саясатын түсіндіру үшін Түркістан уәлаяты және Дала уәлаяты
газеттерін шығарды. Осы газеттерге қазақ зиялылары мақалалар шығарып отырды. Екінші фактор, 1905 жылы 17 қазанда патша манифесі бойынша сөз және баспасөз бостандығының жариялануы болды. Бұл Қазақстанда демократиялық сипаттағы газет-журналдардың қазақ тілінде, яғни ана тілінде шығуына мүмкіндік берді. Ұлттық баспасөздің қалыптасуын түсіндіріңіз. 1913 жылы жалпы ұлттық қазақ газеті жарыққа шықты. Оның негізін қалаған алаш қайраткерлері Байтұрсынов пен Міржақып Дулатов болды. Газет 1918 жылға дейін шығып тұрды. Ұлттық баспасөздің маңызын дәлелдер арқылы түсіндіріңіз. Жалпы газет өлкенің либералдық демократиялық жолмен дамуын қолдады. Газетте аграрлық мәселе, жер мәселесі, көшпелі мал шаруашылығы, қазақ халқының тілі, әдебиеті, тарихы, этнографиясы, білім беру, әйел теңдігі, тағы басқа мәселелер көтеріліп отырды. Төртінші тапсырма, қазақ зиялыларының шығармаларының мұрасын талдап, оның қоғамдық санаға тигізген әсеріне баға беріңіз деді. Бұл жерде Міржақып Дулатұлының Оян қазақ және Ахмет Байтұрсынұлының Маса деген шығармасы берілген. Яғни бұл шығармаларда алаш қайраткерлері отарлық езгіден құтылып, өз алдына дербес тәуелсіз ел болу үшін күресуге шақырды. Сол үшін халықты оятуға шақырды. Маса сияқты құлағынан ызыңдап, қайта-қайта отарлық езгіге қарсы күресуге шақыру бұл халықтың санасын оятты. Шығарманың қоғамдық санаға тигізген әсері, бұлардың партия құруы, алаш қайраткерлерінің газет шығаруы, қазақ халқының өз елінің жағдайын көре бастап, алаштықтарды қолдауға әкеліп соқты. Сөйтіп, қазақтардың санасын оятуға бұл шығармалар үлкен үлес қосты. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, комментарий жазыңыз. Сау болыңыз.